ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін Қарағанды индустриялық университетінде үздік оқытушылар мен қызметкерлерді марапаттады. Қала басшылығы және университетпен ынтымақтастық жасайтын компаниялардың өкілдері ғылымның дамуына ерекше үлес қосқан оқытушыларға төсбелгілер мен құрмет грамоталарын табыс етті. Почетным дипломом ғылым үздігі от министра науки и высшего образования Республики Казахстан. Марапатталғандардың қатарында металлды қысым мен өңдеу кафедрасының аға оқытушысы Ақжарқын Ибраева да бар. Ол осы күні Қазақстан Республикасы өнеркәсіп секторлары үшін білікті мамандарды даярлауға қосқан үлесі үшін құрмет грамотасына ие болды. Мұғалім болып жұмыс істегеніме өзім 10 жылдай болып қалды. Қарағанды индустриялық университетінде болашақта студенттер көп болып, олар ғылыми жұмыспен айналысып, және біздің Қазақстанымыздың болашағы үшін жоғары мамандарды даярлауға сәттілік тілеймін. Студенттер оқытушыларға жоғары білікті мамандар даярлауға қосқан үлестері үшін алғыстарын білдіріп, оларға арнап концерттік бағдарлама дайындады. Ректордың айтуынша, университет жастардың табысты дамуына барлық жағдай жасауда. Біздің студенттеріміз жақсы оқып қана қоймайды. Қазіргі уақытта бізде студенттік өзі басқаруды дамыту бойынша үлкен бағдарлама бар. Біз студенттерге зертханалар мен оқу сабақтарынан бөлек өз уақытын пайдалы өткізіп, демалатын және өзін дамытатын коворкинг орталықтарын дайындап жатырмыз. Бұл күні барлығы 30-дан астам оқытушы марапатталды. Іс-шара республика күніне орай ұйымдастырылды. Тоғжан Сағынбекова, Кристина Кириченко, Игорь Евстигнеев, Теміртау жаңалықтары.